Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Сауытбек қызы. Бүгінгі видеода өте оңай салаттардың бірі хия салатының жасалу жолымен бөлісетін болам. Өте дәмді, сондай сочный болып шығатын болады. Ең бірінші тәтті бұрышының осындай светофор деген түрін алатын боламыз. Яғни осындай қызыл, жасыл, сары түсінен алсаңыздар, өте әдемі үйлесімді болып тұрады. Біздің салатымыз өте керемет болып шығады. Неге бірінші тазартып алатын боламыз, барлығының ішін осылай ашып, тазалап, жуып алатын боламыз. Кейіннен барып, біздің осындай ирелек турағышымызбен осылай видеода көрсетілгендей турап шығатын боламыз. Міндетті түрде осындай ирелегін таңдаңыздар. Сонда біздің салатымыз өте әдемі көрінеді. Және де 3 бұрышты етіп кесеміз. 3 бұрышты етіп кессеңіздер, салат өте керемет вид беріп тұратын болады. Немесе қиғаштап осылай бір қиғашынан кесе берсеңіздер де болады. Бірінші біз осы барлығын бір ыдысқа салып алатын боламыз. Осылай турап, ең бірінші болгар бұрышымызды турап дайындап аламыз. Болгар бұрышын біз осы қиярға қоспаймыз. Қиярды бөлек турап дайындап қоясыздар достар. Неге ортасынан бөлгеннен кейін видеода көрсетілгендей турап шығамыз. Бір қиғашынан турасаңыздар болады. Өйткені бізде қиярды қиғаштап 3 бұрышты турайтын болсаңыздар, онша вид бермей қалады. Сол себепті осылай бір қалыпта видеода көрсетілгендей турасаңыздар, мінекей өте әдемі болады. Енді пиязымызды турап аламыз. Біз қиярымызды болгар бұрышының үстіне міндетті түрде қоспаңыздар, бөлек қойыңыздар. Пиязды осындай доп-домалақ етіп турап, біздің қызып тұрған осы табамызға қуырып алатын боламыз. Кішкене ғана сұйық май құйып, мөлшерін біздің осы салатымыздың мөлшеріне қарай осындай сұйық май құйыңыздар. Салат аз болса аз қосыңыздар, салат егерде көп жасайтын болсаңыздар, кішкене мөлшерін көбейтіңіздер. Неге енді болгар бұрышын үстіне қосып, пиязымыз әбден қызарғанша қуырып алдық. Енді болгар бұрышын кішкене осылай араластырып қуырып алатын боламыз. Бір қуырылғаннан кейін біздің піскен жылқының етін осылай кесектеп турайтын боламыз. Кез келген етті қолдана аласыздар, тек қана жылқының еті дәмді үйлесетін болады достар. Сол себепті жылқының етін пайдалануға кеңес беремін. Үстіне біздің осы жылқының етін салып, жақсылап араластырамыз. Неге көп қуырмаңыздар, біздің болгар бұрышымыз, ато біздің жұмсарып кететін болады. Үстіне соевый соусымызды 3 қасық қостым мен. Осылай қосып, жақсылап араластырып, енді оттың астын өшіріп алатын боламыз. Біздің болгар бұрышқа тұз жұмсарып кетпесін достар. Үстіне суығаннан кейін біздің қиярымызды қосамыз. Және де помидорымызды тура видеода көрсетілгендей турап үстіне қосатын боламыз. Кейіннен барып, осы укробымызды турап қосамыз, болмаса көк пияз қоссаңыздар да, петрушка қоссаңыздар да болады. Үстіне осылай қосып, тұз салып, жақсылап араластыратын боламыз достар. Неге еті өте әдемі үйлесіп тұр. Біздің светофор деген переціміз дәмді болып тұр. Керемет көрініп тұр. Және де үстіне ашты қызыл бұрышымыздан қосамыз. Аштының кез келген пайдаланасыздар. Менде осындай сухой болғандықтан сухойын осылай салып, жақсылап араластыратын боламыз. Дастарханға ұсынатын осындай тарелкамызға барлығын астынан бастап салып алатын боламыз достар. Өйткені астындағы суымен қосып салсаңыздар, осындай сочный болып тұрады. Мінекей достар, біздің өте оңай салатымыз, хия салатымыз дайын болды. Өте дәмді, сондай сочный болып шыққан, ауызда ереді, керемет болып шыққан. Міндетті түрде жасап көруге кеңес берем. Жасалу жолы өте оңай достар. Сіздермен болған Майра Сауытбек қызы.